Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз булочка дайындайтын боламыз. Бізге қажет заттар: сұйық май, қант, ұн, ашытқы, тұз, жұмыртқа және де жылы су. Алдымен жылы суымызды құямыз, үстінен сұйық майымызды, тұзымызды, қантымызды, кейін ашытқымызды саламыз, араластырып, жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаның біреуін бетіне жағамыз, біреуін құрамына қосатын боламыз. Одан кейін үстінен ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 1 сағатқа ашытып қоямыз. Ашқан қамырымызды әртүрлі етіп, осындай бөлкелер дайындайтын боламыз. Мен 2 мәрте дайындап көрдім, екеуінде де өте керемет шықты. Біріншісінде осылай әрқайсысын әртүрлі етіп, екіншісінде барлығын домалақ етіп жасадым. Барлығы керемет шығады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.